19 ғасыр. Сарыарқаның сары даласында, Астрахан ауданы аумағында байлығы мен тақуалығы қатар жүрген ерекше тұлға өмір сүрді. Алдажар Хазірет өз заманының көрнекті суфи ғалымы, бірнеше рет қажылық сапар жасаған, шариғат пен дәстүрлі білімді терең меңгерген діни қайраткер. Ол Құтан Хазірет, Шонтыбай Хазірет, Шернияз Қари сынды басқа да әйгілі хазіреттермен бірге Ақмола өңірінде медресе мен мешіттер ашып, діни ағартушылық қызмет атқарған. Олардың басты мақсаты қазақ балаларына діни және дүниелік білім беру арқылы ұлттық сана мен рухани құндылықтарды сақтау болған. Алайда патша үкіметі кезінде оның бүкіл рухани мұрасы, қолжазбалар, хаттары тарих қойнауына сіңіп жоғалды. Алдажар қажы осы Жақып Моланың тұңғыш баласынан тарағаннан кейін Есілбайдың ұрпағы енді осы Молла тұқымының ішінде ең сыйлы не болып келеді. Үлкен атамыздың балалары дейді. Сондықтан Есілбайдың ұрпақтары бұл Молла тұқымының ішінде өзінің ерекшелігі бар да, сыйлайды. Сол Мұслиха әжеміз оған осы Алдажар қажыға 5 ұлды тауып береді. Сол 5 ұл. Сонда Әмірхан, Темірхан, Мұслыхан, Жәмпейіс, Смағұл деген 5 ұлы болады. 5-еуі де енді еңгезерде Алла тағала берген несі. Қандай бақуатты. Алдажар Хазіреттің ұлы Мұсылхан би әділдігімен танымал би аға атанған, бірнеше тілді меңгерген, шариғат пен дәстүрлі құқықты жетік білген тұлға. Ол да әкесінің жолын жалғастырып, халыққа қызмет етті. Алдажар Хазірет 7 рет қажылыққа барған дейді. Қажылыққа барған кезде оның өзінің 40 мың жылқы дейді, мен жақта өзінің үлкен енді бақуатты бір бай кісі болған, состоятельный. Бірақ қажылыққа барам деген кезде мысалы бір жылда айтады, қыста жұт болып, сонда жұттан тек қана байлар аман қалды дейді, кедейлер жұтта өз малдарын қырылып неткен кезде, сонда қажылыққа барам деп атқан кезде сол жұт болды. Кейін қажылыққа барам деген Алдажар қажы не істейді? Бүкіл өзін жиған байлығын о кезде енді қажылыққа барудан бүкіл ақша жинайды, алтынмен, сосын мал айдап барады, жай бармай жолдан. Сонда өткенде Афганистаннан өткенде қойларды сатады, жейді. Сол кезде енді почти 1 жыл жүреді. 1 жыл бару, 1 жыл келу примерно. Сонда сол жолды, сол осы қажылық миссияның жолы бар ғой енді. Соны осы Молла тұқымының нелері ашқанда жолын баяғы. Неге? Осы Жақып Молладан бастап соның ұрпақтары постоянно жыл сайын қажылыққа барады. Сонда олардың баяғы несі болған. Айттым ғой, Меккенің әкімі, Меккенің патшасының несі болады, қолхаты болады. Дуюф Малики Мекка деп, сол Меккенің патшасының қонақтары деп, қонақтары. Сонда қонақтар дегеннен бәрі солардың алдында жүгіреді екен. Әдемі бүкіл палаткаларын дайындайды, нелерін етеді, соның өзінің ерекше несі бар. Вот. Сол кезде Алдажар қажы неге жұт болғаннан кейін қажылыққа бара алмай, бүкіл нелер жинаған нелерін өзінің халыққа таратады, оларға мал сатып алып береді, нетеді, аштан өлмесін деп, өзінің малынан бөліп береді. Патша үкіметінің тұсында Алдажар Хазіреттің еңбектері, жазбалары, хаттары жойылып кетті. Есімі аталмай қалды. Бірақ оның рухы сөнген жоқ. Алдажар Хазіреттен бір мұра аман қалды. Қағбадан әкелінген қасиетті кисва. Бұл Хазіреттің Меккемен тікелей байланысын дәлелдейтін рухани жәдігер. Жақсылықты, жамандықты халықпен бірге көріп, сол халыққа не болып, бата беріп, Құран оқып, нетіп, емдеп, нетіп жүрген кезде халық содан кейін бұларды Хазірет халфе деп сыйлайтын еді. Өйткені ол жай молда емес, келіп сәлде шапанмен келіп бірінен өткізеді, бұл жоқ. Күні-түн 24 сағат олмен халық араласып, баласы ауырса келіп, оған дем салғыздырады, болмаса ол нетеді. Сондықтан бұл кісілердің біздің баяғы дәстүрлі исламиятымыз, дәстүрлі исламымыз
тасауф пен сопылық пен ихсанмен байланысты болған ғой. Ихсанның арқасында, тасауфтың арқасында біздің аталарымыз әулие болған, ғұлама болған. Осыны білуіңіз керек. Алдажар Хәзірет Астрахан ауданының Жалтыр станциясы маңындағы 9 әулие деп аталатын киелі зиратта жерленген. Бұл жерде 30-дан астам қажы мен діни қайраткерлердің мүрделері жатыр. Олардың арасында Жан Батыр, Құтан, Жантас, Алта, Мұса, Шернияз Қари, Нұртаза, Бақберген сынды хазіреттер бар. Бұл зират әулиелер ордасы деп аталып, Қазақстанның жалпы ұлттық киелі нысандары қатарына енгізілген. Қазіргі таңда бұл жерге зиярат етушілер көптеп келіп, рухани тазару мен тарихпен байланыс орнату. Жуырда біз осы Қырғызстан республикасында болған жаңағы конференция, ғылыми конференцияларға 9 әулиенің жаңағы жобасын апарып таныстырып, бүкіл жаңағы қырғыз бауырларға осы біздің Сарыарқа өңірінде әулиелер ордасы бар екенін туралы біз ақпарат бере алдық. Жуырда міне 11 маусым күні біздің мектебіміз негізінде тағы да семинар өткен болатын. Сол семинарға біз осы 9 әулиені көрсетіп, онда біз тек қана ақпаратпен алмасып қойған жоқпыз, сонымен қатар макеттер арқылы бұрынғы түп нұсқасы қандай болған және болашақта ол қандай бой көтеретіні бүкіл осы мынау Жалтыр өңірінде жаңағы осы кесенелер бой көтеріп, бүкіл иісі мұсылмандар келіп тәу ететін үлкен бір кешенге айналады деген секілді біз осындай бір оймен бөліскен болатынбыз. Алдажар Хәзірет пен оның замандастарының өмірі мен қызметі туралы мәліметтер кеңестік кезеңде жойылғанымен, халық жадында сақталған дастандар арқылы бүгінгі күнге жеткен.